қанталапай ойынын ойнаймыз. Қанталапай ойыны адамды жылдамдыққа, шапшаңдыққа үйретеді. Балалар, қанталапай ойынның ішінде бір ерекше асық болады. Бұл асықтың түсі қандай екен? Қызыл. Бұл хан деген асық. Яғни балалар, асықтардың тағы да түсу түрлері көп. Асық былай түссе не деп аталады? Тәйке. Ал асық егер былай түссе не деп аталады? Бүк деп аталады. Ал асық былай түссе шік деп аталады. Және осыларды ажырату үшін қазір қанталапай ойынын ойнап бастаймыз. Ал кәнекей бастаймын ойынды балалар. Мен қазір асықтың бәрін шашамын. Бірінші қанталапай. Қандай асық алдым? Хан. Ал ендеше ханды алған адам бастайды. Енді балалар, тәйкені аламыз. Тәйке. Қайда тәйке? Тәйкені ал. Енді тәйкелерді ұрып теріп аламыз. Тағы да бар ма тәйке, балалар? Енді аржан тағы шашамыз балалар. Енді балалар, келесі қандай асықты аламыз? Бүк аламыз. Ал бүк асығын аламыз. Адия алды. Ал адия ұрып бүк асықтар теріп аламыз. Бүк асықтарды аламыз ішіндегі. Ұрып аламыз. Бүк асық бар ма балалар? Бар. Хатта. Аламыз. Теріп аламыз. Ұрып аламыз. Ұрып. Ананы келесін ұрып ал. Тағы да біреу ұрса асықпен. Енді тағы да қанталапай асықты шашамыз. Адия шашамыз. Шашып. Келесі шік. Şimdiden aldım ben şey aldım. Niye bir şey oldu? Айлин алды. Айлин. Жерге қоямыз асық. Шік асықтарды теріп аламыз. Ма? Yok. Ал келесі бала қайтадан неден бастаймыз? Тәйке. Тәйкеден бастаймыз. Кім тәйке тұрса соны аламыз қазір. Тәйке тұрмаса алмаймыз балалар. Тәйке тұрмаса алмаймыз. Ойынның шарты сонда. Айлин істеу қайтадан. Бірінші бала түсіп алсын. Түсті. Түсті ма, ұрды ма? Енді санайшы балалар. Кімде қанша асық болды екен? Үштен бекен барлықтарында? Алихан келесіде ойнайсың, ойнаған кезде отамыз, барлығымызды бірде асық болды. Өстіп қанталапай ойыны ары қарай жалғаса береді. Кім асықты көп алса, сол адам жеңіске жетеді екен, балалар?